Bir адам базардан семіз қой сатып алып, жетектеп келіп жатады. Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, қолдауларыңызды сұраймын. Үйге бара сала қойды сойып, жас етінен палау жасаймын. Қой етімен палау дәмді болады. Әсіресе қойдың құйрығы астың сүйкімін кіргізеді емес пе? Жеген сайын тілді үйіріп, таңдайды балбыратып жібереді. Қарынды бір тойдырып, артынан тіс шықып жатсаң, одан өткен рахат бар ма? Деп жол бойы қиялдайды. Бір кезде қараса, қойы жоқ, жібін ғана сүйретіп келе жатыр екен. Қойды ұрлап кетіпті. Палау жасайтын ет жоқ, дәм кіргізер құйрықта жоқ. Тәтті қиялы суға сіңгендей болды. Ол әрі-бері жүгіріп, не істерін білмей әбден састы. Ұры оны алыстан бақылап тұр еді. Оны тағы да алдап соғайын деді де, бір құдықтың жанына отыра қалып, «Ойбу, енді қайттым!» деп дауыс шығарып жылай берді. Әлгі адам оның дауысын естіп жақын келді де, «Әй, не болды? Тыныштық па? Неге жылайсың?» деп сұрады. «Ішінде 100 динары бар әмиянымды құдыққа түсіріп алдым. Алып беретін болсаң, 20-сы сенікі», деді ол. Әлгі адам қайғысын тез ұмытты. «Оу, мынауың бір қазына ғой, 20 динарға 10 қой сатып алуға болады. Бір қойды жоғалтып едім, Құдай орнына тие берді», деп қуанды. Сөйтті де тез шешініп құдыққа түсіп кетті. Ал ұры оның киімдерін алып ол жерден тайып тұрды. Шын мұсылман адам жыланға бір шақтырған жерін екінші рет шақтырмайды. Қайғысынан сабақ алмаған адам сол қайғыға екінші рет жолығады. Құмарлық абыройды ұрлатып, түбі жоқ құдыққа түсіреді. Румидің осы хикаясын белгілі қаламгер Арғын Байбекбосын бейдеп аударған. Бір азамат келе жатқан соңында бір семіз қой болар сірә соғымға. Қас пен көздің арасында оның да көзі құрып, жібақ қалды қолында. Қара жерек болса керек анауда. Бұлбұл ұшты майлы құйрық палауда. Қой ұрлатқан ушу қылып жан-жақты, санын соқты, шашын жұлды, зар қақты. Ал ұрыңыз ет үйренген ондайға, өз алдына басып жатты ойбайға. Не болды деп түсінбей ел қулыққа, алтын дорбам түсіп кетті құдыққа. Бар байлығым 100 динарым бар онда, 20 динар берем алған адамға. Ақыл бар ма қой жоғалтқан адамда? Әлгі сөзге жетіп келді табанда. 20 динар 4-5 қойдың құны ғой, аяғынан Құдай берді мұны ғой. Деп құдыққа батырғанда иінін, қойға қоса әкетті ұры киімін. Жат қалада қалай жүрсең олай жүр, бірақ та тек алды-артыңды қарай жүр. Ал арамдар аңқау жанды қатырар, өкініштің құдығына батырар. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.